Құрметті тіл ғылымы каналының көрермендері, сәлеметсіздер ме? Менің арнама қош келдіңіздер. Тіл ғылымы каналында тыйым сөздер деген айдар ашқан болатынбыз. Сол айдарға мен бүгін тағы да бірнеше ақпарат ұсынғым келіп тұр. Қазақта қазанды төңкерме деген тыйым бар. Қазанды төңкерме деудің екі түрлі себебі бар. Екі түрлі жағдайда ғана қазанды төңкерген. Бірінші жағдайда елге жау шауып, ол жау жеңіске жеткен кезде жеңілгендіктің белгісін көрсетіп қазанын төңкеретін болған. Екіншісі, қазанды төңкеру жағдайы бұл ұрпақ қалмай, артында тұяқ қалмаған жағдайда шаңырағы ортасына түсті, ұрпағы үзілді деп қазанды төңкеретін болған. Сондықтан қазанды төңкеріп қою жаман ырымға баланып, қазанды төңкерме деп тыйым салған. Жалпы қазақтағы тыйым сөздердің бірі бұл шегеге қазыққа байланысты. Жерге шеге қақпа дейді. Неге жерге шеге қақпа деп айтады? Ешқандай мақсатсыз жерге шеге қағуды жаман ырымға балайды. Өйткені өлген адамның бас жағына шегені немесе сүйменді қағып қоятын болған. Ондағы ырым бұл кісінің ұрпағы шашырап кетпесін, азып тозбасын, олардың бірлігі ажырамасын деген ниетпен қазық немесе шеге немесе сүймен қағып қоятын болған. Ал басқа жағдайда осы сүйменді немесе шегені жерге ешбір мақсатсыз қағу бұл жаман ырым болып саналатын болған. Ал қозыны көгендегенде немесе биені желіге байлаған кезде тағы басқа мақсатпен қазылатын қазықты ол өзінің қызметін атқарып болғаннан кейін жерден суырып тастайтын болған. Осындай тыйымдар қазақ тілінде жалпы жерге, қазанға қатысты орныққан. Еңкейіп еңбек еткен адамға еңкейіп қолыңды бер деген сөз бар. Мұның астарындағы жатқан сенім, еңкейіп еңбек етіп жатқан адамның жанында қақайып тұратын болсаң, сенің балаңның белі бүкір болып туады деген сенім болған. Бұл сенімнің туындауының өзі де осы еңбек етіп жатқан адамның жанында қақайып тұрудың өзі орынсыз, әдепсіз екендігін көрсетеді. Қазақта бәледен машайық та қашып құтылыпты деген айтылым бар. Осындағы машайық деген сөздің мағынасына көңіл аударғымыз келеді. Машайық деп негізінен мистикалық оқымысты әулие мұсылман ишандарын атаған. Машайық сөзі негізі парсының шайық сөзінің көпше түрін білдіреді. Шайықтар бұл әулие жерлерді, яғни мазарларды, әулие орындарда, мешіттерде қызмет ететін оқымысты адамдар. Олар негізі қиындықтан шығудың жолын көрсетіп, ақыл кеңес беретін қасиеттері болған. Осы адамдардың өзі де, машайықтардың өзі де сөзге тоқтамайтын, сөздің мәнін түсінбейтін, тек бәле қуған адамдардың жанынан ақыл айтып кеңес беруден бастарды, бұдан қашып құтылуды ниет еткен дейді. Бұның астарында жалпы жамандықтан қашық жүр, бәле жәледен аулақ жүр деген мағына жатыр. Жерді орынсыз қазба деген тыйым бар. Өткен себебі адам жердің топырақтан жаралып, өзі өмірден өткеннен кейін сол топыраққа барып қайтадан жерленіп топыраққа айналатындықтан жерді қазу тек қана өлген адамды жерлеу мақсатында ғана қазылады дейді. Бұлай уақытта жерді қазу бұл жамандық шақыру болып саналады. Қазақтың келесі тыйым сөздері бұл жиенге қатысты. Жиенге үйленуге болмайды деп тыйым салады. Егер жиенге үйленген болатын болса, олардан туған бала мылқау, сақау болып қалуы мүмкін дейді. Және қазақ жиенді ренжітуге болмайды дейді. Жиеннің назасына қаласыңдар дейді. Жиенді ренжітуге болмайды дейді. Сондықтан қазақтың ұғымында жиеннің еркелігін көтеру, оның қалаған затын беру, тілегін орындау деген қалыптасқан. Әсіресе жиеннің тілегін кем дегенде 3 рет міндетті түрде орындау керек деп саналады. Қазақта 7 атаға дейін қыз алысуға болмайды деген заң бар. Бұл Есім ханның жарлығыменен орнығып қазақ даласында бекіген. Бұл әдет-ғұрыптың негізінде бір қаннан қандас жандардан туындаған бала бұл 7 буын алмаспаса, ақыл-есі кем, өмірі қысқа, жарымжан болып туады деген сенімнен туындаған. Бұл сенімнің негізі биологиялық және моральдық та ықпалы бар екендігі қазір ғылымда белгілі. Қазақтың тыйым сөздерінің ішінде бейуақытта науқас кісінің көңілін сұрама деген тыйым бар.
яғни түстен кейін кешке қарай науқас адам өзін әлсіз сезініп, аурудың, дерттің күшейетін кезі, сол кезде ауыр науқастың көңілін сұрауға бару бұл әдепсіздік болып саналады. Және осы бұның негізінде сенім жатыр. Осы бейуақытта жын шайтандар көбейеді және солардың көңілін ауру науқасқа, ауру адамға аударып жіберуі мүмкін деген сеніммен бейуақытта ауру адамның көңілін сұрауға тыйым салған. Жатқан кісінің үстінен аттама, жатқан малдың үстінен аттама деген қазақта тыйым сөздер бар. Жатқан кісінің үстінен аттау, ол біріншіден әдепсіздік, екіншіден бір адам күрескен кезде немесе жекпе-жекке шыққан кезде сондай жағдайда жеңілген жеңілген адамның басынан аттап кететін болған. Бұл оның күшін, қуатын алып кетумен тең деп саналған. Басқа осы ырымға байланысты жалпы жерге жатқан адамның үстінен аттама деген тыйым пайда болған. Ал жерде жатқан малдың үстінен аттама деу себебі малдың омыртқасы үзіліп, ол сондай бір мерт болуы мүмкін деген наным сеніммен туады. Сол сияқты дастарханды аттама дейді. Өйткені дастарханға негізі қасиетті тағамдар адамның арқауы болатын ас қойылатындықтан, ол дастарханды аттау әдепсіздікке және өзінің құтын қашуға әкеледі деп тыйым салған. Жер таянып отырма дейді. Бұл тыйымның астарында жерді таяну жоқтау айтқан әйелдердің әрекеті. Сондықтан жерді бостан-бос таяну бұл жаман ырымды шақыру болып саналады. Және қазақта желге қарай жүгірме деген, шалық шалады деген түсінік бар. Өткен себебі желге қарай жүгірген кезде адамға жалпы күш түседі өкпесіне, белгілі бір деңгейде осы желге қарай жүгірген кезде әртүрлі дертке ұшырауы мүмкін. Жын шайтандар оның сау денесіне дерт артуы мүмкін деген түсінік бар. Қазақта нанды бір қолыңмен үзбе деген тыйым бар. Нанды екі қолмен үзіп ауыз тию керек, немесе екі қолмен ұстап турау керек деп түсіндіріледі. Бұл нанға деген құрметті көрсетеді. Және қазақтың тыйым сөздерінің бірі бұл үлкендерден бұрын төрге озба дейді. Бұл қазақтың салтында, қазақтың әдетінде жалпы үлкенге деген құрметті көрсетеді. Жас адамның жасына қарамастан төрге озуы бұл әдепсіздік саналады. Үлкеннен бұрын билік айтпа деген тыйым бар. Бұл үлкендер әуелі өзара шешім шығарып алу керек дейді. Егер килігіп сөзге араласу жасына қарамастан, бұл әдепсіздік саналады. Бұл тілімізде ана тұрып қыз сөйлегеннен без, әке тұрып ұл сөйлегеннен без деген мақалда орнығып қалған. Бірақ біздің қазақ тілінде осы мақалға керісінше де қарама-қарсы мәндегі мақал айтылады. Ана тұрып қыз сөйлесе бой жеткені болар, әке тұрып ұл сөйлесе ер жеткені болар деген. Қалай болғанда да бұл тыйым сөздер үлкен мен кішінің қарым-қатынасындағы нормаларды, әдептерді орнықтырып және соны сақтауды жүйелеп, әлеуметтің жарастығын орнатуды көздеген. Құрметті Тіл ғылымы каналының көрермендері, сіздерге бүгінгі ұсынылған тыйым сөздер осындай. Кәделеріңізге жарасын, біліп жүргеннің артықтығы жоқ деп есептеймін. Жалпы назарларыңызға рахмет. Егер біздің берген ұсынған ақпаратымыз сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, және де каналға тіркелмесеңіздер, тіркеліп қоюларыңызды сұраймыз. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.